Армысыз көрермен, студияда Ружан Ерланқызы. Алдағы аптадағы ауа райы болжамымен таныс болыңыз. Сенбіде ашық ауа райы күтіледі. Айтарлықтай жауын-шашынсыз. Оңтүстік батыстан соғатын жел екпіні секундына 4 метр. Жексенбіде бұлтты, аздаған қар жауады. Солтүстіктен соғатын жел екпіні секундына 11 метр. Түнде -7, -9 градус, күндіз 0-2 градус. Жолдарда көктайғақ сақталады. Атмосфералық қысым 720 мм-ді көрсетеді. Ұлыстың ұлы күні 22 наурыз баршаңызға құт береке, ырыс несібе мол бақыта келсін. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молғатын, көңілдің кеңейтін кезеңі наурыз мейрамы құтты болсын. Аптаның бірінші жартысында аздап салқындау, бұлтты ауа райы сақталады. Айтарлықтай жауын-шашын күтілмейді. Күндіз ауа температурасы +2-ден -5 градусқа дейін, түнде -4, -12 градус аралығында болады. Шығыстан оңтүстік батысқа соғатын жел екпіні 4-6 метр. Кей жерлерде екпіні секундына 10 метрге дейін жетеді. Атмосфералық қысым 715 мм-ді көрсетеді. 5 арна телекомпаниясы кез келген ауа райында жайлы демалыс пен жақсы көңіл күй тілейді. 5 арнамен бірге болыңыз.